Кайрылуу күн әріптестері Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгін біз жалпыға бірдей декларациялау туралы айтатын боламыз. Біздің құрметті спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Күленбаев Қанағат Орынбасарұлы, Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы. Дәулетбектегі Назым Тамашқызы, мемлекеттік кірістер департаментінің жеке тұлғаларды әкімшілендіру және жалпыға бірдей декларациялау бөлімінің бас маманы. Қош келдіңіздер. Бірінші сөз тізгіні өзіңізде, Қанағат Орынбасарұлы. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі тақырыбымыз жалпыға бірдей декларациялау. Қазақстанда 2021 жылдан бастап жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне кезең-кезеңмен жүргізіліп жатқаны баршамызға мәлім. Қазіргі таңда біз екі кезеңнен өтіп, үшінші кезеңге көштік. Жалпыға бірдей декларациялау үшінші кезеңінде, яғни 2024 жылдың басынан бастап, декларацияны ұсыну бойынша міндеттемелер бизнес өкілдері мен олардың жұбайларына жүктелген. Жалпы Алматы қаласы бойынша үшінші кезеңде декларациялауға жататын тұлғалардың саны 350 мыңнан асады. Жалпы бірдей декларациялау екі нысанды ұсынуды көздейді. Бұл активтер мен міндеттемелер туралы декларация 250 нысан, кірістер мен мүлік туралы декларация 270 нысан. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне кірген кезде 250 нысаны бойынша декларация тапсырылады, ол бір рет ұсынылады. Ал одан кейінгі жылдары 270 нысаны бойынша жыл сайынғы декларация тапсырылып отырады. Тәжірибе көрсеткенде 250 нысанда декларацияны толтыру кезінде кейбір азаматтар қателіктер жіберіп жатады. Нақты айтатын болсақ, көбіне салық кезеңін қате жіберіп жатады. Яғни 2024 жылдың орнына 2023 жылды көрсетіп жатады. Негізінде 2024 жыл көрсетілу керек. Бірінші рет тапсырылған келде, жүйеге кірген келде. Жалпы Алматы қаласы бойынша мұнда декларациялардың саны 7000-нан асады. Сонымен қатар декларацияда салық төлеушінің санаты таңдауда да қателіктер жібереді. Яғни Б санатының орнына А санатын көрсетіп жатады. Ал негізінде А санаты бұл тек мемлекеттік қызметке немесе сайланбалы қызметке үміткер адамдар ғана көрсетуі тиіс. Мұндай декларациялардың саны Алматы қаласы бойынша 2000-ға жуық. Ары қарай кіріс декларациясын толтыру кезінде кейбір жайттарға және жиі қойылатын сұрақтарға назар аударғым келеді. Біріншісі, бұл жеке тұлғаның берешегін декларациялау кезінде көп түсінбеушілік болып жатады. 250 нысан декларациясын толтыру шарттарынан бірі 2023 жылдың 31 желтоқсанында жағдай бойынша қарыздар мен талаптарды көрсету болып табылады. Яғни азаматтар декларацияда жеке немесе заңды тұлғалар алдындағы қарыздарын көрсетуге тиіс. Сондай-ақ осы жеке тұлғаға басқалардың қарызы қайтаруы тиіс қарыздар туралы есеп беріледі. Салық кодексінің нормаларына сәйкес несиелік келісімдер нотариалда куәландырылу болуы тиіс. Ол келісімшарттар мен басқа құжаттар бастапқы декларацияны тапсырғанға дейін нотариалда куәландырылуы тиіс. Яғни айтатын болсақ, сіз декларация тапсыру мерзімі 15 қыркүйекке дейін, сол кезге дейін сіз декларация тапсырудың алдында сіз жаңағы нотариалды куәландырып, соны декларацияда көрсету қажет. Бұл жерде бір мәселеге назар аударғым келеді. Қарыздар мен міндеттемелер көрсету тек бастапқы декларацияда мүмкін болады. Кейін толықтырулар қабылданбайды. Банктік қарыз шарттарды декларацияда көрсетілуге жатпайды. Сонымен бірге заңды тұлғалар мен микроқаржы ұйымдарын қоса алғанда жасалған келісімшарттар декларациялануы тиіс. Екінші жағдай, бұл басқа мүліктерді декларациялау кезінде көп сұрақтар туындайды. Азаматтар 250 нысанды декларация қалауы бойынша құны белгілі бір затқа 3,5 миллион теңгеден асатын құнды мүлікті көрсете алады. Мұндай мүлікке Қазақстан Республикасында немесе шет елде орналасқан кез келген қымбат мүлік, мысалы мәдени құндылықтар, зергерлік бұйымдар, асыл тұқымды жануарлар және басқа да бағалы мүліктер, сондай-ақ аяқталмаған құрылыс объектілер жатады.
Көрсетілген мүлік 2023 жылғы 31 желтоқсанға жағдайы бойынша бағалау құны болған жағдайда ғана декларацияланады. Бұл ретте бағалау декларацияны тапсыру сәтіне дейін жүргізілуі тиіс. Үшінші мәселе, бұл салық органдары шетелдік көздерден түсетін кірістер туралы қалай біледі деген сұрақтар көп туындайды. Бұл жерде айта кететін жайт, Қаржы министрлігі 2021 жылдан бастап шетелдік банктік шоттарға түскен Қазақстан азаматтарының кірістері туралы ақпаратты алып отырады. Бұл мәліметтер құзыретті органдардың салық істері бойынша өзара әкімшілік көмек туралы конвенция шеңберінде қаржылық шоттар туралы ақпаратты автоматты түрде алмасу туралы көп жақты келісімге сәйкес алынып отырады. Жыл сайын 80-нен астам елдерден ақпарат келіп түседі. Негізгі елдер бұл Біріккен Араб Эмираттары, Ұлыбритания, Түркия, Франция және тағы басқа. Келіп түскен мәліметтер жеке табыс салығы бойынша салық міндеттемелерді анықтау мақсатында салықтық әкімшілендіру үшін ғана пайдаланылады. Тағы бір айтып кететін жайт, бұл тапсырылған декларацияны түзету мәселесі. Салық кодексінің нормаларына сәйкес азаматтар кез келген қателіктерді немесе дәлсіздіктерді ескеру мерзім ішінде қосымша декларация тапсыру арқылы жоюға болады. Бұл мерзім 3 жыл ішінде. Тек дебиторлық және кредиторлық қағаздар өзгертуге немесе толықтырылуға жатпайды. Соңғысы, жеке тұлғалардың табыстарына салықтық бақылау қалай жүргізіледі деген сұрақ. Осы сұрақта көп туындап жатады. Бастапқыда автоматты камералдық бақылау жүзеге асырылады. Жеке тұлғалардың шығындарының мониторингі келесідей жүзеге асырылады. Біріншісі, декларацияның болуы болмауы тексеріледі. Екінші, декларацияда кірістер мен мүлікті көрсетпеу және кірістерді төмендету фактісі анықталады. Содан кейін камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды жойылмаған салық төлеушіге қатысты салықтық тексеру жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет. Ары қарай менің әріптесім жалғастырады. Содан кейін сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Следующее слово вам, Назым Тамашқыз. Добрый день, уважаемые журналисты. Сегодня наша тема – это тема всеобщего декларирования в Республике Казахстан. Как всем известно, в Казахстане с 2021 года проводится поэтапное вхождение граждан Казахстана в систему всеобщего декларирования. Мы уже прошли с вами 2 этапа всеобщего декларирования. Сейчас идет уже 3-й этап, когда с 1 января 2024 года обязательства по представлению декларации возникают у представителей бизнеса и их супругов. Это у нас руководители, учредители, участники коммерческих, некоммерческих организаций, индивидуальные предприниматели и их супруги. В целом по городу Алматы подлежат декларированию на 3-м этапе это более 357 тысяч лиц. Всеобщее декларирование предусматривает представление 2 форм налоговой отчетности. Это декларация об активах и обязательствах, форма 250, и декларация о доходах и имуществе, форма 270. При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется декларация по форме 250. Декларация, которая называется об активах и обязательствах, и которая представляется 1 раз. Так называемая входная декларация. В последующем уже будет представляться декларация по форме 270, декларация о доходах и имуществе. Как практика показывает, что при заполнении декларации об активах и обязательствах форма 250 некоторые декларанты допускают ошибки. И часто, наверное, указывают налоговый период вместо 2024 года, указывают 2023. В целом по городу Алматы таких декларантов более 7 тысяч. Также имеются ошибки при выборе категории налогоплательщика. То есть вместо категории «Б», подлежащей декларированию на 3-м этапе, выбирают категорию А. Кандидаты на госслужбу либо на выборную должность. Таких деклараций по городу у нас Алматы 2000.
Вместе с тем хочу акцентировать внимание на некоторые моменты при заполнении входной декларации и часто задаваемые вопросы. Декларирование задолженности физических лиц. Одним из условий при заполнении входной декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года. То есть граждане должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими и юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату этому физическому лицу другими лицами. Согласно нормам Налогового кодекса, договора займа должны быть нотариально удостоверены. Согласно статье 631 Налогового кодекса, порядок удостоверения договоров регламентируется главой в законе Республики Казахстан о нотариате. Сроки совершения нотариальных действий определены статьей 40 в день предъявления всех необходимых для этого документов и уплаты государственной пошлины. Таким образом, договора и иные документы необходимо нотариально удостоверить до момента подачи первоначальной декларации. Срок представления у нас декларации до 15 сентября 2024 года. Обращаем внимание, что отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации. Дополнения не будут приняты по именно договорам, по договорам займа. Договора банковского займа не подлежат отражению в декларации. Вместе с тем, остальные договора, заключенные с юридическими лицами, включая микрофинансовые организации, подлежат отражению в декларации. Декларирование другого имущества. Граждане в декларации об активах и обязательствах по желанию могут указать ценное имущество. Стоимость свыше более 3,5 миллионов тенге. Это 1000 МРП за единицу. К такому имуществу относится любое дорогостоящее имущество, находящееся как в Республике Казахстан, так и за рубежом. Например, это могут быть культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другое ценное имущество, а также объекты незавершенного строительства. Указанное имущество декларируется при наличии оценочной стоимости по состоянию на 31 декабря 2023 года. При этом оценку нужно сделать до момента представления декларации, то есть не позднее 15 сентября 2024 года. Каким образом налоговые органы узнают о доходах из зарубежных источников? Министерство финансов у нас с 2021 года получает сведения о доходах казахстанских граждан, поступающих на счета в иностранных банках. Эти сведения поступают согласно многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. В рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам ежегодно поступают сведения от 80 стран. Основные страны – это Великобритания, Турция, Франция, Эмираты и другие. Поступающие сведения используются у нас исключительно для налогового администрирования с целью определения налоговых обязательств по индивидуальному подоходному налогу. Корректировка декларации. Любые ошибки и неточности граждане вправе устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации в пределах срока исковой давности 3 года, предусмотрены которые налоговым кодексом, кроме дебиторско-кредиторской задолженности. Как проводится налоговый контроль доходов физических лиц? Вначале проводится автоматический камеральный контроль, мониторинг расходов физических лиц следующим образом. Проверяется наличие отсутствия декларации, выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации, занижения доходов. Затем в отношении граждан, не устранивших нарушения по итогам камерального контроля, будет принята мера. Административная ответственность физических лиц. В части административной ответственности это за непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. За повторное нарушение в течение года штраф в размере 15 МРП. Это у нас 51 750. За непредставление неполных недостоверных сведений в декларации на первый раз также у нас предусмотрено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года штраф в размере 3 МРП. Это у нас 10 350 тенге. Согласно статье 272 Кодекса об административных правонарушениях. Спасибо, благодарю за внимание. Благодарю вас за представленную информацию. Далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз. Бірінші сөз кезегі Алматы Ақшамның журналистіне беріледі. Қайырлы күн, мен бірінші сұрағым мерейтойларға, үйлену тойларына және басқа да мерекелерге арналған сыйлықтар декларациялауға жата ма?
мерейтойларға, үйлену тойларына және басқа да мерекелерге арналған сыйлықтар декларациялауға жатады ма? Сұрағыңызға рахмет. Егер де сыйлықтар ақша мысалы құнында болатын болса, егер де ол 10 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, онда декларациялауға жатады. Тағы да егер қымбат заттар жаңағы оның құны бір заттың құны 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, онда ол да декларациялануға жатады. Жақсы, екінші сұрақ, декларацияны кешіктіріп немесе дұрыс бермеген үшін қандай жауапкершілік қарастырылған? Декларацияны тапсырмаған жағдайда, онда бірінші рет ескерту болады. Бір жылдың ішінде қайтадан осы қайталанатын болса, онда 15 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Ал егер де толық көрсетілмеген жағдайда, кейбір активтерді немесе объектілерді көрсетпеген жағдайда бірінші рет бұнда да ескерту болады. Екінші рет бір жылдың ішінде қайталанатын болса, 3 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Сұрағыңызға көп рахмет. Құрметті әріптестер, осымен біз брифингімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.